Қазақстанның ардагерлер қозғалысының құрылғанына 30 жыл толуына байланысты Қазақстан полициясының 25 жылдық қарсаңында Солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінде қызметтік міндеттерін атқару барысында қаза тапқан полицейлер мемориалына гүл шоқтарын қою шарасы өтті. Константин Пенчуков кезінде Петропавл қаласында ішкі істер органдарында қызмет атқарған. Бүгінде ол Ханты-Мансийск қаласының думасының төрағасы. Для нас большая честь сегодня встретиться с действующим. Бұл кездесуді ішкі істер департаментінің басшылығы ұйымдастырып отыр. Жанға жайлы кездесу. Себебі біз бүгінде қызмет етіп жүрген әріптестерімізбен кездесеміз. Жылдар бойы көріспедік. Қазақстан Республикасында қызмет етіп жүргендегі басымыздан өткенді еске алу күні десек те болады. Бүгін жан-жақта тұрсақ та бізді бір тарих байланыстырады. Петропавл қаласына қайта оралып, өзіміз жұмыс істеген ведомствоға келу біз үшін қуанышты жағдай. Орталық ішкі істер аппаратының ардагерлер кеңесі 1987 жылы құрылған. Бүгінде оның құрамында 215 ардагер бар. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде опат болған боздақтардың рухына тағзым етуге келгендердің бірі полиция ардагері Юрий Киселев. Ол ішкі істер органдарында 25 жыл жұмыс істеген. Много лет работал в уголовном розыске. Эта работа была... Көп жылдар бойы қылмыскерлерді іздеумен айналыстым. Бұл қызмет өте қиын әрі қауіпті. Өз жұмысымызды жақсы көрдік. Бүгін біздің ішкі істер департаментінің ардагерлер кеңесінің құрылғандығына 30 жыл толуы аталып өтті. Жастарға, әсіресе жас полицейлерге берер тәлім тәрбиесі зор. Оларда бәрі алда. Олар қызмет барысында қаза тапқан әріптестерін әрдайым еске алып жүру керек. Іс-шараға қатысу үшін Солтүстік Қазақстан полиция қатарында әртүрлі жылдары қызмет атқарған. Қазіргі кезде шетелдерде тұрып жатқан ондаған ардагер келді. Олардың барлығы Солтүстік Қазақстан облысында қылмысқа қарсы күрес пен қоғамдық тәртіпті сақтауда көп жылдар бойы адал қызмет істеген. Жылдар өте олар ведомствосының қабырғасына естеліктерімен бөлісу үшін оралып отыр. Іс-шара үлкен, мазмұнды үлкен, керек. Әсіресе біздің мынау жасөспірім келешек біздің қызметкерлерімізге, одан қалды мынау біздің ардагерлерімізге үлкен маңызды пайдасы бар іс-шара. Бұл іс-шараның ерекшелігі жаңа 25 адам бұрын осы Солтүстік Қазақстан облысында қызмет жасап, содан кейін енді өмірдің несі ғой, Ресейге көшіп кеткен, басқа жаққа көшіп кеткен, сондай 25 ардагерді шақырыпты. Ол деген үлкен жаңағы қазақ айтады ғой, анау білгендік деп, ұлық болсаң кішік бол. Жиынға қатысушыларға облыстағы қылмыспен күрес, заңнамалардағы өзгерістер, шекаралық ынтымақтастықтың дамып келе жатқандығы, жалпы облыстық полиция ведомствосының тыныс тіршілігі туралы айтылды.